Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте жеңіл, жылдам дайындалатын салаттың рецептісін бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Бетінде картошкасын дайындаймыз. Картошкасына 3 дана картошка кетті менде. Осылай теркадан жақсылап өткізіп аламыз да, жақсылап суға жуып алып, одан кейін осылай құрғақ полотенцалардың бетінде кептіретін боламыз. Кептіргеннен кейін бірден қызып тұрған майға қуырып аламыз. Май 400-500 мл май болуы тиіс. Немесе картошкаларыңыз толықтай бататындай май болса жеткілікті. Мен бірден қуыруды бастап кеттім. Осылай 2 рет салдым. Қызарған кезінде сүзіп аламыз. Қайтадан бумажный полотенцаға салып, сүзіп алып, майын сорғытатын боламыз. Осындай сарғыш қызылдау болған кезінде сүзіп ала беріңіздер. Осылай 2 партияны пісіріп аламыз. Мен тауықтың төсетін жеңіл болсын деп жай ғана қайнатып алдым. Егер де дәмді болған, бір сочный дәм шыққанын қаласаңыздар, міндетті түрде мариновать етіп, духовкаға салып пісірсеңіздер де болады. Ал бұның орнына колбаса немесе етті де қолдансаңыздар болады, өте дәмді болады. Үйде не бар, сол затты қолдана беріңіздер. Осы жалап турап аламыз да, одан кейін соломка етіп турайтын боламыз, ұзынша етіп. Қалған ингредиенттердің барлығын осылай соломка етіп турап аламыз. Осы туралған ингредиенттердің бетіне бандуя жүгерісін салдым. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де майонезді саламыз. Барлығын салғаннан кейін біркелкі етіп араластырып аламыз. Теңдей етіп 2 үлкен рек ыдысқа бөліп салдым. Сіздер 3 етсеңіздер де болады, егер де ыдыстарыңыз кішірек болса. Енді бетіне картошка пайымызды салатын боламыз. Мен тек бетіне ғана салдым. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.